Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі тәжірибелік сабағымыздың тақырыбы келісім және түйін түрлері. Келісім дегеніміз не? Келісім тараптардың бәсекені шектеуге немесе жоюға, кәсіпкерлік қызметтегі негізсіз артықшылық алуға бағытталған кез келген шарттық қатынасы. Яғни еңбек келісімі. Белгілі бір жас пен білім дәрежесіне жеткеннен кейін жұмысқа тұрғандардың әрқайсының еңбек жолы осы құжаттан басталады. Еңбек шарты заңмен рәсімделген екі жақтың, жұмыс беруші мен жұмысшы деп аталатын екі тараптың нақты бір міндеттерді өзіне ерікті түрде алу туралы жазбаша келісімі болып табылады. Аталған міндеттемелерді нақты анықталған шарттар негізінде уақыттың белгілі бір мерзімі аралығында орындайтындықтары баяндалады. Басқа кез келген құжат еңбек келісімінің де өзіндік құрылымы мен мазмұнын рәсімдеу ережелері болады. Еңбек келісімі жұмысқа орналасқан кезде немесе алдыңғы жасалған келісімнің кейбір шарттары, яғни міндеттерінің мазмұны, еңбекақы мөлшері, жұмыс жағдайы тағы басқа өзгерген жағдайда жасалынады. Келісім жасауға ұйым әкімшілігінде белгіленген тәртіп бойынша қаралған жұмысшы арызы негіз бола алады. Еңбек келісімінің деректемелері. Көріп отырғандарыңыздай, құжаттың аты, келісімнің жасалған орны мен күні, екі жақтың толық және жеке шарттың атауы, жұмыстың сипаты мен мазмұны, оны орындауға қажетті квалификация дәрежесі, келісімнің типі, келісім түрі, келісімнің уақыты, мерзімі, сынау мерзімі, жұмысшының міндеттері, еңбек жағдайы, еңбекақы төлеу сияқты әкімшіліктің негізгі міндеттерін көрсете отырып жазылған жұмыс беруші міндеттері, жұмысшының еңбек құқығын қорғауға қосымша кепілдік беретін мағлұмат, еңбек пен демалыс тәртібінің ерекшеліктері туралы мәлімет, ақшалай берілетін сыйлық көлемі мен оның төлеу тәртібі туралы мәлімет, демалыс алу тәртібі мен оның мерзімі туралы мәлімет, келісім бойынша жасалатын басқа да жағдайлар мен шарттар, келісім бойынша атап өтілетін ерекше жағдайлар, қай кезде келісім бұзылуы немесе қай уақытта қайта қаралатыны туралы мүмкіндіктер жазылуы мүмкін. Келісім тоқтатылатын жағдай атап көрсетіледі. Екі жақтың мекен жайы мен реквизиттері, екі жақтың қойылатын қолы, шартқа қол қойылған күн, келісім қосымшасы егер бар болса. Еңбек келісімін безендірудің қызметтік құжаттарды безендірудің жалпы талаптарынан көп айырмашылығы жоқ. Келісім мәтіні А4 форматты қағазда таза, түзетулерсіз басылады. Цифрлар қажет жағдайда жазбаша жазылады. Мынау көріп отырғандарыңдай еңбек шартының үлгісі. Осыған қарап өздерінің еңбек шартын құрастырып жазуларына болады. Енді бүгінгі сабақта берілген екінші тақырыбымыз түйіндеме, яғни резюме. Резюме француз тілінен алынған термин. Айтылған я жазылған мәселенің қысқаша түйіні деген мағынаны білдіреді. Белгілі бір тұлғаның өмірбаяны, білімі, мамандығы, кәсіптік шеберлігі, біліктілігі, икемділігі жайлы нақты қысқа мәлімет беретін іс қағаздарының бір түрі болып табылады. Түйіндеме жазған адам туралы толық мәлімет беру үшін онда оның білімі, біліктілігі, жеткен жетістігі, жұмыс тәжірибесі, не нәрсеге икемділігі бар екенін жазылуы керек. Түйіндемеде кең көлемдегі визит карточкаңыз іспеттес ақпараттар тіркеледі. Түйіндеменің ерекшелігі үміткердің білімі мен кәсіби шеберлігі туралы мәліметтердің кері хронологиялық тәртіпте жазылуы. Мына жерде түйіндеменің деректемелері көрсетілген. Яғни түйіндемені жазу барысында осы деректемелерді қолдану, осы сұрақтарға жауап берілу міндетті болып табылады. Аты жөні, туған жылы, күн айы, туған жері, ұлты, жынысы, мекен жайы, телефоны, отбасы жағдайы, азаматтығы, білімі, бітірген оқу орындары, кәсіби біліктілігі мен кәсіби тәжірибесі, тілдік дағдылары, компьютерлік сауаттылығы, жеке қасиеттері, яғни қандай іске икемді, сол туралы қосымша мәліметтер жазасыңдар, қызығушылығы, тағы да басқа атақ дәрежелері болса жазамыз. Мына жерде түйіндеменің үлгісі көрсетілген.
Мынау менің өзімнің түйіндемем. Осыған қарап отырып өздеріңде түйіндеме құрастырып жасауға болады өз аттарынан. Енді бүгінгі тақырыптарды бекіту сұрақтарына келетін болсақ, бірінші сұрақ: келісім дегеніміз не? Еңбек келісімінің деректемелері қандай? Түйіндеме дегеніміз не? Түйіндеме жазу барысында неге баса назар аударған жөн? Түйіндеменің ерекшелігі неде? Енді әрқайсыларың осы сұрақтарды жауап беруге тырысыңдар. Дәптерге барлық берілген видео барысындағы мәліметтерді конспектлеп жазыңдар. Жазып болғаннан кейін маған WhatsApp арқылы отчет жасаңдар. Үйге тапсырма. Жаңа атап айтқанымдай, видеода көрсетілген барлық мәліметтерді, яғни келісім мен түйін тақырыбы бойынша дәптерге конспект жазасыңдар, берілген сұрақтарға жауап бересіңдер. Қосымша келісім мен түйіндеме үлгісін жазып, оны маған фотоға түсіріп, WhatsApp арқылы жібересіңдер, немесе документ ретінде. Назарларыңа рахмет, сау болыңдар.